Жотека білім платформасын үйренейік. Ол үшін кез келген браузерге кіріп, поискқа Жотека платформасы деп іздейміз. Ең бірінші болып шыққан сайтқа кіреміз, яғни joteka.com сайты. Сайтқа кірген кезде бізде осында терезе ашылады. Терезенің оң жақ бөлігінде войти батырмасын басамыз. Регистрация бөліміне өтеміз. Регистрацияны Google аккаунт арқылы да тіркеуге болады, және өзіңіздің жұмыс жасап тұрған mail почтаңыз арқылы да тіркеуге болады. Бұл жерде mail деген жерге өзіңіздің мейліңіз жазасыз, пароль деген жерге өзіңіз бір құпия сөзді ойластырып табасыз. Парольді енгізген соң тіркелуді басамыз. Бұл бағдарлама викторина, квест, тест жасауға өте ыңғайлы және балаларға әрі қызықты болады. Осындай терезе ашылады. Бұл жерде бізге тапсырма үлгілері берілген, астында видео инструкциялары бар. Қажетті сервисті өзіңізге таңдап алып, тапсырмаларды жүктеп, оқушыларыңызды QR-код немесе ссылка арқылы сабаққа қоссаңыз болады. Көріп тұрғандарыңыздай қажетті сервис, тапсырмаларды жүктесеңіз болады, балаларды QR-код арқылы тіркесеңіз де болады. Астына түсіп, астындағы видео инструкция дегенге кіреміз. Бұл жерде барлығы орыс тілінде. Осы жерде квесті қалай құраймыз. Осы жерде квесті қалай жасаймыз. Сұрақтары бар видеоны қалай құраймыз. Астыңғы жақтарында тест, викторинаны қалай жасаймыз деген сияқты видео инструкциялар тұр. Осының ішіне кіріп, қарап шықсаңыздар болады, өте түсінікті. Бірақ мен сіздерге бір тапсырманы жасап көрсетейін. Ол үшін стартовая страница дегенге кіресіздер. Осы жерден сізді занятие дейміз. Осы жерде бізде екі түрлі тип беріледі. Бұл жерде видео деген веб-сервисті таңдаймыз. Тапсырма түрін таңдаған кезде мен видеоны таңдадым. Ол көк галочка болып жанады. Далее батырмасын басып, келесі бетке өтеміз. Бұл жерде видео сабақ болғандықтан видеоны мен YouTube'дан алдын ала дайындап алған болатынмын. Соны скопировать етіп, ссылка на видео YouTube деген жерге қоямыз. Мысалға, есімдік деген видеоны алдым. Видеоның жоғарғы оң жақ бөлігіне сіздер өздеріңіздің алғы сөздеріңізді жазып қойсаңыздар болады. Тапсырма алдында жазбасаңыздар да болады. Енді мына видеоға қалай тапсырманы енгіземіз. Видео болып отқан жердің кез келген жеріне тоқтатасыз, яғни тапсырма немесе сұрақ қоятын жерден тоқтатып аласыз. Мысалы, мен видеода қазір кез келген бір жерінен тоқтатамын. Содан кейін төменгі жақта орналасқан тип добавленияны таңдаймыз. Бұл жерде алғыс сөз бе, множественный выбор ма, одиночный выбор ма, өзіңіздің тапсырмаңызға сай өзіңіз таңдап аласыз. Мен множественный выборды таңдадым. Ал уақытын өзгертсеңіз болады. Қай минут, нешінші секунд екенін және астына сұрақ жазамыз. Тезірек үлгеретіндей тек әріптерді ғана жаза салдым. Сіз өз тапсырмаңызды алдын ала дайындап алып толтырсаңыз болады. Ал мына жерден жауаптарын енгіземіз. Қалағаныңызша енгізе берсеңіз болады. Біз видеода множественный выборды таңдағандықтан екі жауаптан жоғары жауапты белгілейміз. Осылайша бір сұрақты енгіземіз. Қазір видеода сұрақ белгісі болып, бір сұрақ енгізіледі. Қанша сұрақ енгізетініңізді өзіңіз білесіз. Тағы бір жерден тоқтатып, тағы бір сұрақ енгізіп көрейік. Плюсикке басамыз. Бұл жерде бір жауапты таңдап алдым. Уақыты қойылып тұр, сұрақты енді енгіземіз. Бір жауап болғандықтан тек бір жауапты ғана дұрыс қылып белгілейміз. Далее батырмасына басып, келесі бөлімге өтеміз. Жауаптардың барлығын енгізіп болғаннан кейін астында сохранить батырмасын басамыз. Далееге барамыз, далеені басамыз. Енді настройкасын жасасақ болады. Бұл жерде видеоны алға қарай жылжытуға рұқсат па, рұқсат емес пе деген сияқты сұрақтар болады. Өз қалауыңыз бойынша настройка жасасаңыз болады. Содан кейін далеені басамыз. Осы жерден ссылка және QR-код шығады. Балаңызды сабаққа қатыстыру үшін QR-код скачать етіп жіберсеңіз болады. Ал ссылка арқылы сабаққа өтеміз, немесе копировать етіп чатта бөліссеңіз де болады.
ссылканы басып тапсырмаға өтейік. Міне тапсырмамыз ашылып тұр. Начальты басамыз. Осы кезде бізде шетінде жасаған сұрақтарымыздың тізімі тұр. Осылайша тапсырмаңызды орындата бересіз. Видео көру барысында тоқтап қалып, сұрақтарыңыз өзі шығып тұратын болады. Сұрақтарды дұрыс жауабымен орындатып, пайдалы осындай тапсырма қарастыруыңызға болады. Қазір міне сұрақ белгісі тұрған жерге видео толықтай жеткеннен кейін видео тоқтап сұрағыңыз шығатын болады. Міне, видео тоқтады, сұрағымыз шықты. Пайдаңызға жарасын, сабағыңызға сәттілік, тиімді болады деген ойдамын.